Көркем өнер қоғамдық сананың көркемдік ойлау тәсіліне негізделетін үлкен бір саласы, өмір құбылыстарын бейнелеп көрсету құралы. Шығармашылық өнердің сан алуан түрі, сурет, бейнелеу өнерінен бастап, ән, музыка, сәулет өнері, ою-өрнек, өлең, қара сөз, көркем өнер дүниесіне жатады. Сан салалы жанрда жасалып тұрғанымен, олардың бәрі айналып келгенде дүниені жолмен, әдеміні сезіну арқасында пайда болған нәрселер. Көркем өнер адамның екінші өмірі, сезім дүниесінің көркем бейнелер арқылы табиғат жаратылысынан тыс өзгеше өмір сүруі. Мұның бәрі түйсік, түсінік, көркемдік ойлау қабілетінен тумақ. Дүниені көркемдік жолмен танып, оның бейнесін келтіруге ұмтылу әріден көне заманнан басталғаны анық.